Қалқанша безіңізге зиян келтіретін 5 әдет. Яғни осы қарапайым зиян әдеттерінің арқасында қалқанша безі дұрыс жұмыс атқармайды. Оның біріншісі дұрыс ұйқы режимінің болмауы, яғни сағат 10-нан кейін ұйықтау қажет. Яғни бұл кезде адам ағзасынан мелатонин гормоны бөлінеді. Гормонның адам ағзасында атқаратын рөлі өте маңызды. Екіншісі ашығу және рационда калориялардың аз болуы. Бұл өсу гормоны глюкагонның көбеюіне және тиреотроптың төмендеуіне алып келеді. Келесі дұрыс емес тамақтану, яғни фастфуд, консерві, жартылай фабрикаттар, қарапайым көмірсу, қант, кофеин, глютенді көп пайдалануға болмайды. Және рационда белок аздығы, яғни гормондарды түзетін ферменттер барлығы осы белоктан тұрады екен. Одан йод, цинк, селен, темір, магнийдің жетіспеушілігі. Бұл гормондар түзілуіне қажет ететін минералдар. Яғни қалқанша безі бұл гормон өндіретін негізгі адам жүйесі болып табылады. Ағзаңыздағы нормасын білу үшін Т4 ТТГ гормондарын тапсырып көрсеңіз болады, және қосымша қан анализін тапсырғаныңыз жөн. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыз, пайдалы ақпараттар тағы шығатын болады.